сіздерге муравейник рецептін ұсынамын. 2 жұмыртқа қосамыз. Қаймақ 200 граммдай. Жарты қасықтай тұз, кішкентай қасық, шай қасық. Сосын 200 грамм маймен ертіп дайындап қойғам. Жарты қасық сода. Және 3-1 стакан сүт. Дұрыстап араластырамыз. Енді ұн қосамыз. Ұнды 3,5 стакан қосамыз. Қант қосудың қажеті жоқ, себебі біз жаңағыдай сгущенкамен соусын жасаймыз. 3,5 стаканды қосып алған соң, міне мынандай қамыр шығады бізде. Соусына сары май, менде пайызы майлығы аз болғандықтан ақшыл болып тұр. Кез келген майды қолдансаңыз болады. Сонымен бір банка сгущенканы дұрыстап бірыңғай консистенция болғанша араластырамыз. Үстіп мясорубкадан өткізіп пісіріп аламыз духовкада. 20-25 минутта 200 градуста үстіп пісіріп аламыз. Міне тиіп кетсеңіздер үгітіліп тұр. Толықтай үгітіп аламыз. Үгітілген қамырымызға жаңағы соусымызды қоямыз. Дұрыстап тұрып араластырамыз да. Тіл үйретін, керемет. Мен деген қанша жесем де, қанша жасасам да жасай берем келетін, жей берем келетін кішкентай кезімнен бергі рецепт. Кішкентай кезімізде ата-анамыз жасаған рецепт бойынша сіздерге ұсынып отырмын. Шаймен ішсеңіздер күшті. Түнге қалдырып қойсаңыздар болады, немесе бірден жей берсеңіздер де болады. Сіздермен болған Калиева Алтынай.